Баршаңызға қайырлы күн. Творожный печенье жасаймыз. Үйде қалып кеткен творог болса, міндетті түрде осы печеньелерді жасап көріңіз. Ең алдымен творогымызды салып аламыз. Үстінен сары майымызды тастап, үстінен шым-шым тұз тастаймыз. Шекерімізді салып, барлығын жақсылап жұмсақ етіп араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Үстінен қопсықышымызды салып, разрыхителімізді салып, араластыра отырып, орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Илеп болған қамырымызды бірден екі бөлікке бөліп, біріншісін жайып аламыз. Осылай тік төртбұрыш етіп жаюға тырысыңыздар. Тік төртбұрыш түзулеу етіп жаюға тырысыңыз. Артық шеттерін кесіп алып тастаймыз. Артық шеттегі қалған бөліктегі қамырларымызды келесі қамырға қосып жайып жіберетін боламыз. Қамырдың үстінен шекер себеміз. Шекердің үстінен тағы да кокос түйіршіктерін және жаңғақтар себуге болады. Осылай бір келкі етіп орап аламыз. Бәрін бір келкі етіп, үстінен өлшей отырып кесіп аламыз. Пергамент қағаз төселген противньге салып, үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецептерді таба аласыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.